Қайырлы күн достар, бүгін 3 түрлі салмамен папа қаймақтар дайындаймыз. Менің ең сүйікті таңғы астарымның бірі, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен қаймақтар дайындап аламыз, ол үшін жұмыртқаға сүт, ұн қосып барлығын араластырамыз. Мен қаймақтарды қалың етіп пісіремін, сондықтан консистенцияны қою қыламын. Қызған табаға сары май жағып, қаймақтарды екі жағын қызартып пісіріп аламын. Бірінші өте тойымды қаймақтың салмасын дайындаймыз. Ол үшін үкіштен өткізілген ірімшік, туралған піскен жұмыртқа, қызанақ, үстіне тағы ірімшік салып ораймыз. Ірімшік ерігенше қызған табада 1-2 минутқа қоямыз. Мінекей осындай өте тойымды қаймақ шықты. Екінші қаймақтың салмасын дайындаймыз. Ол үшін жұмсақ сүзбеге қаймақ, ванилин қосып араластырамыз. Қаймақтың бетіне жағамыз. Оның бетіне қосымша кептірілген жеміс, жаңғақтар немесе кез келген басқа жеміс-жидектер өзіңіздің қалауыңызша қосуға болады. Мен кептірілген жемістерді қостым. Ораймыз, сонымен екінші қаймағымыз да дайын. Үшінші қаймақтың бетіне ертілген шоколад жағамыз. Оның бетіне өзіңіздің қалауыңызбен кез келген жеміс-жидекті қойсаңыз болады. Мен банан және кивиді пайдаландым. Қаймақтардың бетін джем, бал, тәтті сироп немесе ертілген шоколадпен қалауынша әсемдеуіңізге болады. Мен ертілген шоколад құйып әсемдедім. Мінекей осындай өте дәмді қаймақтар дайын. Менің сүйікті таңғы астарымның бірі, сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып және каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!